Жұп-жұмсақ әрі қатпарлы болып шығатын қаттама нан жасаймыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдымен бір жұмыртқамыздың үстіне тұз қосып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз, және де бөлме температурасында тұрған суымызды аз-аздан құя отыра, орташа тығыздықтағы қамырды илеп дайындаймыз. Дайын болған қамырды теңде 2 бөлікке бөліп, 15 минутқа тындырып қоямыз. 2 зуала қамырымызды да бірдей жұқалықта жайып дайындап аламыз. Бетіне ерітілген сары май жағамыз. Қамырдың жарты бөлігіне мен күнделікті асқа қолданатын ақ пияз, ал жарты бөлігіне көк пияз қолданамын. Және де екінші зуала қамырымызды да жұқалап жайып, осы қамырдың үстіне төсеп шығамыз. Және де осы видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды кесіп дайындап аламыз. Кесілген қамырымызды дәл видеодағыдай орап дайындап, тағы да 10 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң орташа қалыңдықта жайып, табамызды жақсылап қыздырып, азғана сұйық май құйып, орташа отта табаның қақпағын жауып, қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің қаттама нанымыз өте жұмсақ, сондай қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті сақтап алып жасап көріңіздер, қыздар. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын.